Так, тамағымыз піскенше біз лепешка пісіреміз. Бұл жерде тамақты нанмен жемейді, лепешкамен жейтін андай. Өстіп қамырды иілеп, сіздерге айтам қалай иілейді. Ештеке қоспайды қамырға, тек ұн мен суға иілейді. Ұн мен жылы суға иілейді. Осылай қамырды алып, сосын кішкене иілеп холодильникке қойып қояды, бір 10-15 минут. 10-15 минуттан кейін жаңағы иіқан кезде шығарып, өстіп мынандай оқтаумен жайып, мынандай неге пісіреді, мынандай типа тефаль сияқты, бірақ та специально лепешка пісіретін өзі осындай болады. Аты тава. Қазір сіздерге біреуін жайып көрсетемін, пісіріп көрсетемін. Міне мен жайдым. Жайып, осы неге қойдым. Қазір қызады. Бұл қатты немен, қатты газбен пісіреді бұны. Қызаннан кейін жаңағы бұны мынандай немен аударып, екі жағын өстіп пісіреді. Қазір көрсетемін. Күйіп кетпесін. Так, бұны өстіп қуырылды, енді қазір су құямыз. Тұзды, бұрышты өздеріңізден вкусын қосасыздар. Қалай ұнайды. Мынанша су құямыз. Енді бұл пісе береді. Бетін жауып қоямыз. Так, крышкасы қойдым. Қайда қойдым крышкасы? Енді міне қызып атыр. Лепешкамыз. Осылай аударамыз. Кейбір күндері нанды бар, бірақ та өте жұмсақ. Біздің нан сияқты, біздікі енді басқаша, дәмі өте ерекше жақсы нан. Бұлардікі енді слишком жұмсақ, андай бір бетіне май бірдеке жағайын десең езіліп кеткендей болады. Бірақ иногда алып жейміз, үстіне жұмыртқа қойып. Енді оны да магазинге барғанда көрсетем, қандай нандары қандай. И тәтті нан, білмеймін, қант қоса ма, не істейді, әйтеуір тәтті болады нандар. Біздің өзіміздің Қазақстанның батон нелеріне жетпейді. Батон сондайларына жетпейді. Так, отқа өстіп шет-шеттерін пісіреміз. Газын. Осылай болады. Өстіп піседі. И әр тамақты өстіп лепешкамен жейді. Или лепешка, или күріш. Күріш деген енді біздің плов сияқты бір еді аты, бірақ өте ашты болады. Зеленый, красный перец өте көп қосады болады. Сосын піспеген жерлері үстінен қойды. Кішкене уақыт керек, қойып қоямыз. Сосын кішкене қарайған қоңыр болған кезде уже аламыз. Қатты күйдірмейміз. Осылай. Мен бұндай лепешканы почти 3 жылда пісіріп үйрендім, өйткені бірінші не получалось, до сих пор менде не получается, бірақ енді пісіремін. Басқа Пакистандағы әйелдердікін пісіріп көрсеңіздер, өте мынандай үлкен домалақ болады. Менікі ондай үлкен болмайды. Міне бір лепешкамыз дайын, енді тамағымыз піске осындай болады. Өстіп қазір тарелкаға чуть-чуть өстіп етіп салып, лепешкамен жегендер. Бүгінгі обедіміз осы. Менің каналыма лайк қойыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, поддержка жасаңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Бір ертең сіздерге завтрак пакистанский пісіріп көрсетем шаймен. И осылай далаға шыққан кезде көшелерін көрсетем. Иншалла. Көргендеріңізге рахмет.